Баршаңызға сәлем, мені арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз ұзақ уақытқа жарамды, өте жұмсақ күйін сақтайтын кекстер дайындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Видеоны қарамас бұрын мені арнама тіркеліп қойыңыздар. Қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар және де видеоны толығымен қараңыздар. Өзіме қажетті жұмыртқаны қантты аз-аздан қоса отырып, ағарғанша араластыратын боламыз. Жұмыртқалы массамыз дайын болды. Енді оған жылы сүт пен сұйық май құйып, тағы да араластырамыз. Онда алдын ала еліктен өткізіп алдым. Оған қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып, 2-3 бөлікке бөле отырып қосатын боламыз. Бұл кекіс өз күйін жақсы сақтайды, жұмсақтығын. Сондықтан да қонақ шақыратын болсаңыздар, алдын ала пісіріп дайындап қойсаңыздар болады. Сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Әсіресе балаларыңызға да жақсы ұнайды. Мінекей қоюлығы дәл осындай болады, көріп тұрғандарыңыздай. Енді оны өзімізге қажетті формаларымызға құямыз. Форманы толтырмаңыздар, жартысындай ақ қылып құйыңыздар. Бұл кекстер көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Кекстің қалған бөлігін силиконды ыдыстарға құйып шықтым. Осылайша тез-тез пісіріп дайындап алдым. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, менің бұрыннан келе жатқан пайдаланатын ыдыстарым осылар. 30 минутта біздің кекстеріміз дайын болды. Қызып тұрған пешке саласыздар. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай көтеріліп, әдемі болып пісті. Осы растворды, яғни дәл осындай етіп, капкейкке де пайдалансаңыздар болады. Ас болсын, достар.